періштелерден сұрайды дейді. Менің пәленше түгенше деген құлдарым Сейітжан қари мешітінде осындай сәрсенбі күні құптан намазынан кейін не үшін жиналып отыр деп. Сонда олар сені ұлықтап, сені еске алып жатыр дейді. Алла тағала періштелерге куә болыңдар, мен сол жердегілердің барлығының күнәсін кешірдім дейді. Қараңыз, осындай зікір мәжілістері, білім мәжілістері күнәларымыздың кешірілуіне себеп болады. Сонда періштелер айтады, Алла тағала арасында негізгі мақсаты, ниеті сабаққа қатысу болмаған, жай ғана келіп отыра саған, немесе досы кеттік деген кезде амал жоқ, енді осыдан кейін барып шай ішейік, енді сабақ бар, соған қатыса тұрайық десе жарайды деп, сол жерге келіп, бірақ Инстаграм қарап отырған, әлгі рилс қарап отырған адам бар ғой дейді, немесе ұйықтап жатқандар бар ғой арасында дейді. Сол кезде Алла тағала не деп жауап береді? Хум қаумун ла яшқа бихим жалисухум. Олар сондай қауым, сондай жамағат, олармен бірге болғандар да бақытты болады. Сол жамағаттың құрметіне, көпшіліктің құрметіне мен оның да күнәсін кешірдім дейді. Қараңыз, осындай мәжілістерде сондай береке бар. Бұл берекені сіз онлайн сабақтан таппайсыз. Мысал ретінде да, онлайн сабақтан әшейін ертең көре салам, дұрыс, сіз мәліметті аласыз, ол жерде айтылған мәліметті аласыз, бірақ ол мәжілістегі берекені ала алмайсыз. Береке керек болса, онда осындай сабақтарда сол береке бар. Имам Ахмадтың сабағына 5000 адам қатысады екен. Имам Ахмадтың сабағына 5000 адам қатысады екен. Соның ішінде 500-і қолына қалам дәптер алып, айтқан жазып отыратын шәкірттер екен. Қалған 4500-і сол мәжілістің берекесі үшін қатысатын адамдар екен. Онша қарапайым халықта имам қиын нәрселерді айтып кетті, түсінбей кеттік деп, әлгі қатты білімі жоқ, бірақ әйтеуір сол мәжілісте береке бар ғой деп отыратын адамдар екен. Болмаса имам Ахмадтың мәжілісі, енді ол кісі ондай бір керемет уағыз айтып жылататын сабақтар өткізбеген. Мысалы имам Ибн Жаузи деген ғұлама болған. Ол кісі сондай керемет жүректерді жібітетін уағыздар айтатын болған. Имам Ахмадтың сабақтары, әсіресе сол сабақтары, ол хадиске қатысты. Бір хадистің өзін, мысалы бағанағы 10 рет қайталайды. Бір хадистің өзін 10 рет қайталайды. Сонда әшейін арасындағы бір сөзінде айырмашылық. Бір иснадпен келеді, ода бір сөз бар. Екінші иснадта келеді, тағы бір сөз айырмашылығы бар. Үшінші иснадта тағы бір тура сондай